Кеттік па? Бір үйдің 5 апалы сіңлі қыздары бар. Олары әрқайсысы әртүрлі нәрсемен айналысып жатыр. Мысалы, біріншісі кітап оқып жатыр, екіншісі тамақ істеп жатыр, үшіншісі шахмат ойнап жатыр, төртіншісі кір жуып жатыр. Ал бесіншісі не істеуі мүмкін? Шахмат ойнап жатыр. Себебі? Молодец, дұрыс айтасың. Так. Екінші сұрақ. Мысалы, бауырсақ ертегісін білеміз, иә? Бауырсақ ертегісінде күнде әжей бауырсақ пісіріп терезенің алдына қойып қояды. Сөйтіп, бауырсақ күнде қашып кете береді. Бауырсақ қашып кетпеу үшін әжей қандай тәсіл қолданды? Ау? Жоқ. Жоқ, пісіреді. Ау? Ертегінің бауырсақ ертегісінде бауырсақ қашып кетпеу үшін әжей қандай тәсілді қолданды? Жоқ, қаша алмай қалды сол бір тәсіл. Ау? Жоқ, бауырсақты пісірді, оның терезенің алдына да қойып қойды, бірақ бауырсақ қаша алмай қалды. Қалай? Жауабы қызықты. Жүгіре беріп шаршады десе. Подсказка қажет па? Бауырсақ ертегісінде бауырсақ қалай қашатын еді? Молодец. Ол 4 бұрышты пісіреді, сол кезде ол домалап қаша алмай қалады.